Бақбақтың емдік қасиеті күшті. Бақбақ гүлі көктемнің келгенін алғаш хабар беретін гүл. Еліміздің барлық өңірлерінде өсетін гүлдің көптеген дертке шипа екенін естігеніңіз бар ма? Бақбақ гүлін Еуропа елдерінде, ақш-та, Үндістан мен Жапонияда арнайы плантацияларда өсіреді. Олар сары гүлден шипалы шырын алады. Жапырағынан салат, гүлінен тосап пен шарап қайнатады. Бұл өсімдіктің құрамындағы магнийдің мол қоры жүйке жүйесін, жүректі емдеуде көмектеседі. Қандағы гемоглобин мөлшерін де көбейтеді. Ревматизмді емдеу. Бұл аурудан айығу үшін гүлдің сабағын шекі күйінде жеу қажет. Мөлшері маңызды емес, жей алғаныңызша жей берген дұрыс. Гүлдің сабақтары қоңырқай тарта бастағанда пайдаланған дұрыс. Себебі осы кезде оның құрамында шипалы шырны мол болады. Ауырмаңыз газетінің жазуы бойынша, бақбақ гүлін жинап, ұсақтап, турап, осы мөлшердегі қантпен араластырып, бір тәулікке ашық, қараңғы жерге қоясыз. Одан кейін тоңазытқышта 1,5 апта ұстау керек. Содан кейін ғана тұнбаның қоюын сүзіп алып, қалағаныңызша іше беруге болады. Ешқандай да кері әсер жоқ. Тек қан тұтынуға болмайтын адамдарға ғана шектеулер бар. Бақбақ гүлінің сабақтарын қабылдау, сонымен қатар буын аурулары мен жүрек қантамыр ауруларымен ауыратын науқастарға да өте пайдалы. Күн сайын таңғы астан 2 сағат бұрын аш қарынға 5-10 данасын асықпай шайнап жеу қажет. Артрит пен полиартрит кезінде оны да бақбақпен емдеуге болады. Ол үшін 10 данасын балғын күйінде үзіп алып, мұқият шайнап жұтқан дұрыс. Созылмалы артритпен ауыратындар бұл гүлді ұсақтап кептіріп, қысқа сақтауға болады. Оны қайнаған суға демдеп, күн сайын аш қарынға 1 ас қасықтан қабылдайды. Бұндағы ауруларды басу үшін бақбақ гүлдің 10-12 күндік тұнбасымен ысқыласа жеткілікті. Тұнбаны әзірлеу үшін гүлдерді жинап, банкаға нығыздап салып, үстіне тройной одеколон құйып тұндырады. Егер сізді қалқанша безі мазалап жүрсе, сары гүлдің жапырақтарын алып, оған теңіз балдырын немесе капустасын, ақжелкен, қайнатылған қызылша қосып, өсімдік маймен араластырасыз. Бұл ағза үшін йодтың мол көзі болып, науқастың жағдайын әлде қайда жақсартады. Бақбақтан жасалынған емдік бал. Бұл балмен буын ауруларын, остеохондрозды емдеуге, өт пен бүйректегі тастардан құтылуға, зат алмасуды жақсартуға, ағзаның фильтрлері, бауыр мен бүйректі қалпына келтіруге болады. Жақсы нәтижеге жету үшін 2 жыл көлемінде қабылдау керек. Алайда, кейбір кісілерде 1 жылдың ішінде оң өзгерістер болған. Дайындау үшін бақбақты алғашқы жаппай гүлдеген кезеңінде жинау қажет. Ол үшін экологиялық таза, жол магистралдарынан кемі 2-3 километр қашықтықтағы жерден жинаған дұрыс. Бір адамға 1 жылға 3 литр бал жеткілікті. Мұндай балды дайындаудың бірнеше рецептісі бар. Бірінші рецепт бұл 1 литр бал үшін 350 дана бақбақты теріп, салқын сумен жуып, үстіне 1 литр салқын су құйып қояды. Ыдысты отқа қойып қайнатып, қақпағын жауып, баяу отта 1 сағат ұстайсыз. Содан соң сүзіп, қайнатпаға 1 килограмм қант қосып, қайнатып, қайтадан баяу отта 1 сағаттай қалдырасыз. Уақыт аяқталуына 15 минут қалғанда 1 лимон сығып, шырнын құясыз деп жазады Ауырмаңыз газеті. Суытып, ашық жерге ертеңге дейін қалдырасыз. 1 шай қасықтан 3 мезгіл қабылдасаңыз болады. Ал екінші рецепт, елекке балғын 200 дана бақбақты салып мұқият тазалайсыз. Барлығын кастрөлге салып, 1 лимонды ірілеп турап қосып, гүлдермен жақсылап араластырасыз. Жарты литр су құйып, 10 минут баяу отта араластырып тұрып қайнату қажет. Оттан түсіріп, 1 тәулікке қалдырасыз. Кейін осы қоспаны жақсылап сүзіп аласыз. Сүзіп алынған гүлдерді тастап, сұйықтыққа 750 грамм қант қосып, үздіксіз араластырасыз.
қайнағанға дейін. Одан кейін 30 минут орташа отта қайнатасыз. Алдын ала банкалар мен қақпағын даярлап тұрыңыз. Банкаға осы тосапты құйып, бірден бетін жапқан дұрыс. Банканы төңкеріп қойып, суытасыз. Ескерту: бақпақтан жасалынған балды 19 жасқа дейінгі балаларға қабылдауға болмайды. Себебі өсіп келе жатқан ағзаға бақпақ балы кері әсер етіп, қалыптасып келе жатқан сүйек тіндерін зақымдауы мүмкін. Бақпақтың ең бағалы бөлігі бұл тамыры. Халық медицинасында бақпақ тамырының экстракты тұнбалары кеңінен қолданылады, ал оның ұнтағы түрлі жара, күйікті жазуға қауқарлы. Мұндай дәрілік заттарды ерте көктемде немесе күзде жасауға болады. Күздігіні гүлдер гүлдеп біткен соң 2 аптадан кейін жасасаңыз, пайдасы еселене түспек. Себебі күзге қарай бақпақ табиғи полисахаридтерді бойына жинайды. Өсімдікті күрекпен қазып алып, салқын сумен жуып тазалайды. Сосын оларды бойынан сүті шырны тоқтағанша кептіріп қояды. Одан кейін оларды жақсы желденетін жерде қағаз немесе жұқа маталардың арасына салып кептіреді, немесе 40-50 градус температурадағы пешке салуға да болады. Күзде жиналған тамырлармен анорексияны, гастритті, өт қабының қабынуы мен гепатитті емдеуге болады. Ал мамыр айында жиналған тамырлар геморройды емдеуде және тағы да басқа жыныс ауруларын емдеуде көмектеседі. Тұнбаны дайындау үшін кептірілген бақпақ гүлінің тамырын 10-20 грамын алып, 200 мл суға салып, 10 минут қайнату керек. Тамақтан бұрын 1 ас қасықтан қабылдайды. Қант диабеті кезінде де көп көмектеседі. Егер сізде қант диабеті болса, сізге мамандар шикі бақпақ тамырынан салат жасап жеуге және бақпақ тамырын кептіріп, қуырып, ұнтақтап, кофе қайнатып ішуге кеңес береді. Экзема және басқа да тері ауруларында 1 ас қасық ұсақталған бақпақ тамырын дәл осындай мөлшердегі түйежапырақ, яғни лапух жапырағын алып, үстіне 3 стакан су құясыз. 8-10 сағат тұндырып, 10 минут қайнатып, сүзіп аласыз. Жарты стаканнан күніне 5 рет қабылдайсыз. Ішке қабылдаумен қатар, оны тереге жақсада емдеу процесі жылдамдай түседі. Эпилепсияны емдеу үшін 1 стакан бақпақ тамырының 3-2 бөлігін аласыз. Оған жарты литр арақ құйып, 2 аптаға қараңғы жерге қалдырасыз. Арасында оны шайқап тұру керектігін де ұмытпаңыз. Дайын болған тұнбаны күніне 3 мезгіл 1 шай қасықтан ішеді. Тамақпен бірге шикі бақпақ тамырларын қабылдау, әсіресе шикі үкіштен өткізілген түйежапырақ тамырымен бірге қабылдаса, қатерлі ісік жасушаларының дамуы мен өсуін тоқтатады. Бүгінгі видео ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше ауырмаңыздар, сау саламат болыңыздар. Ал маған қолдау ретінде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.